Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Байходжаева Асыл Наурызбаевна. Номер 19 Толағай бөбек жайында номер 9 күншуақ тобының тәрбиешісімін. Менің шығармашылық жұмысымның тақырыбы жаңа технологиялар арқылы балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Мақсаты жаңа технологияларды пайдалана отырып, балалардың ойлау, сөйлеу қабілеттерін дамыту. Жаңа технологиялардың басты мақсаты баланың танымдық белсенділігін арттыру, өз бетінше әрекет етуге үйрету және шығармашылық қабілетін ашу. Жаңа технологиялардың түрлерінің бірі ақпараттық коммуникациялық технологиялар. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану баланың көру және есту арқылы ақпарат қабылдауын жеңілдетеді. Түрлі түсті қимыл қозғалысы бар бейнелер балалардың назарын шоғырландырып, оқу материалына қызығушылығын арттырады. Сонымен қатар мультфильм кейіпкерлерін талқылау, оқиғаның жалғасын табу сияқты тапсырмалар баланың қиялын дамытады. Қолөнер технологиялары, соның ішінде жүн технологиясы, жүнді уқалау, домалақтау, басу, пішін беру арқылы бұйым жасау үдерісі. Жүн технологиясының ерекше маңызы ұсақ моториканы дамытуында. Саусақпен жасалатын әрекеттер ми қызметінің белсенділігін арттырады. Сөйлеу мен ойлаудың дамуына оң әсер етеді. Сонымен қатар, жүнмен жұмыс балаға сабырлылықты, ұқыптылықты, істі соңына дейін жеткізуді үйретеді. Табиғи материал қолдану арқылы бала экологиялық мәдениетке де тәрбиеленеді. Жүнмен жұмыс жасау барысында бала түстерді өзі таңдайды, пішінді өзі ойлап табады, өз идеясын қолымен жүзеге асырады. Жаңа технологияларының бір түрі Мария Монтессори. Мария Монтессори педагогикасы 20 ғасырдың бірінші жартысында итальяндық педагог Мария Монтессори тарапынан ұсынылған тәрбиелеу жүйесі. Бұл жүйені 100 жыл бұрын Мария Монтессори ойлап тапқандықтан соның атымен аталып кеткен. Монтессори бала дүниеге келгеннен бастап өзін өзі дамытуға және жеке адам ретінде қалыптасуға қабілетті. Оның ішкі жан дүниесінде ерекше күш бар, ал үлкендердің міндеті сол күштің жұмсалуына жағдай жасау деген екен. Бұл Монтессори педагогиканың негізгі ұстанымдарының бірі. Баланың еркіндігі мен өзіндік ойлау дағдысының дамуына қысым көрсетпеу керек, яғни бала бостандықта жүру. Монтессори әдісінің негізгі қағидасы оқы деп күштеп емес, ойын арқылы оқыту деген екен. Ұлттық құндылықтарға негізделген технология асық ойыны. Асық ойыны қазақ халқының ертеден келе жатқан ұлттық ойыны. Ол баланың жеке дамуын ғана емес, ойлау қабілетін, ептілігін, дәлдігін, шыдамдылығын және тапқырлығын дамытады. Сонымен қатар бұл ойын арқылы бала ұлттық мәдениетпен танысады, ата-баба дәстүріне қызығушылығы оянады. Дидактикалық ойын технологиясы. Дидактикалық ойындар мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту мен тәрбиелеудің тиімді технологияларының бірі. Бұл ойындар арнайы білімдік мақсатта ұйымдастырылып, баланың ойлауын, зейінін, есте сақтауын және шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталады. Дидактикалық ойын технологиясының ерекшелігі оқу мазмұнының ойын әрекеті арқылы берілуі. Балалар ойын барысында жаңа білімді еркін, қызығушылықпен қабылдайды. Ойын жағдайында бала өзін қысымсыз сезінеді, қателесуден